ет қосылған ащы салат. Пиязды алып майдалап турадым. Табаға азырақ май құйып, пиязымды жақсылап қуырып алдым. Алдын ала пісіріп, қайнатып қойған етімді жұқалап турап алдым. Пиязымыздың үстіне тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш барлығын салып, үстінен соевый соусты құйдым. Оның үстінен турап піскен етімді салып, тағы да қуырып жібердім. Астын өшіріп, қиярларымызды жуып, осылай жіңішке етіп турап шықтым. Қызанақтарымызды осылай кесіп шықтым. Арасында сулы жері болса, ортасынан алып тастадым. Барлығын салып, бұған да тұз салып, уксустың 70%-ынан жарты шай қасық қостым және қуырып қойған еттерімнің барлығын салып араластырдым. Үстінен тұз саламыз және чеснокты майдалап турап қосып жібереміз. Чикенге арналған соус, томатный ащы соусты бір пакетті қостым. Оның орнына кетчуп қоссаңыздар болады. Міне бізде салатымыз дайын. Тарелкаге салып, бетіне күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Салат дайын. Каналға тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз.